Шерхан мен Айгүлдің кездесуі дүркіреп өтті. Айгүлге үміткер боп келген Ақботаның бұрынғы күйеуі Шерханның таныстығы одан әрі жалғасын тапты. Айгүл әлеуметтік желісіндегі парақшасында Шерханмен романтикалық кездесуі жайлы сурет жариялады. Шерхан мен Айгүл бірге айна алдында суретке түсіп жатыр. Шерхан телефонды ұстап күлімдеп тұр, ал Айгүл нәзік және сәнді көрінеді. Олар өте жарасымды болып, бір-біріне деген махаббаттары анық байқалады. Айгүлдің сырт киімі оның нәзіктігі мен талғамын көрсетсе, Шерханның жылы көзқарасы оның қамқорлығын білдіреді. Бұл сурет олардың бақытты сәтін бейнелейді. Ал мұны көрген желі қолданушылары жарыса жазды. Ақбота мен басында пара емес еді. Мына қызбен енді жарасып тұр, бір-біріне ұқсайды ма? Не де болса да өздері біледі. Бақытты болсын, бір-бірін қалап жатса. Шерхан өте жақсы бала, енді жар таңдаудан қателеспе. Айгүл Ботадан еш айырмашылығы жоқ. Шерхан арықтап кеткен екен, үміткер емес қатысушы болып келу керек еді негізінде. Арасында не болғанын білмейміз ғой, біреуді кінәлауға дайын тұрамыз. Әркім бақытты болуға лайықты. Шерхан бақытты болуға лайықсың, бірақ Айгүл емес. Таңдауды дұрыс жасамадың, Шерхан Айгүлге келіп қателесіп отырсың. Одан да қатысушы болмадың ба негізіңде? Тіпті келмеуің керек еді. Шерхан дұрыс жасады деп ойлаймын, осы уақытқа дейін Ботаға ұсыныс тастаған шығар. Бота қабылдамаған сияқты. Бірақ Ботамен қосылғанда күшті болушы еді. Жобаға келген себебі Ақбота келеді, артымнан деп ойлаған шығар. Сосын қосылайық, әйтеуір қосып жібереді деп келген ау. Бірақ Ақбота келмейді ау, оның басындағы планы солай болған. Ақбота анасын тастап кетпейді, Шерхан күшік күйеу болмайды. Екеуі де басқа жандармен бақытты болуға лайық. Бота мықты қыз. Жалғыз жүріп Шерхан істемеген заттарды бір жылда істеп алды. Ақбота керемет ақылды қыз, қателік екі жақтан болса да, аяғы ауыр кезде бір рет болсын жамандамаған Ақбота. Деп жарыса жазды көрермендер мен қолдаушы апалар. Ақбота жобаға қайта орала ма? Шерхан мен Айгүлдің таныстығы не болмақ?